Жалпы мешітке өзіміздің екі жаяу аяғымызбен келген адамдарға қатысты мынандай бір керемет пайғамбарымыздың хадисі келеді. Ан Джабирин радиаллаху анху қол. Пайғамбарымыздың сахабасы Джабир ибн Абдуллах бізге мынандай бір оқиғаны жеткізіп жатыр. Фарода бану Салима айянтақилу құрбал масжид. Мына бану Салима деген ұрпағы болған Медина қаласының шығыс жағында. Содан бұл кісілер пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам мешітіне жақын көшіп келгері келді. Содан пайғамбар алейхиссалату вассалам шақырып алады солардың адамдарынан. Сөйтіп айтады: иннаху балағани аннакум туридуна айянтақилу құрбал масжид. Маған жеткен хабар бойынша сіздер сонау жақтан менің мешітімнің жанына көшіп келейін деп жатыр екенсіздер. Солай ма? Алланың елшісі, әрине біз әлбетте біз тура солай мешіттің жанына көшкіміз келіп жатыр дейді. Енді қараңыз, пайғамбар алейхиссалату вассалам жауап қатады, мына сөзді екі рет айтады. Диярокум туктабы асарукум. Диярокум туктабы асарукум. Мағынасы диярокум деген сөз не? Сол орнында қал. Көпше түрі. Сол орында тұрған жеріңізде тұра беріңіз. Қалыңыз сол жерде. Туктабы асарукум. Әлбетте сіздің аяғыңыздың ізі жазылуда. Асар деген сөз, мысалы аяқты батпаққа басасыз ғой. Сосын батпақтан алған кезде аяқтың ізі болады. Асар деген осыны айтып тұр пайғамбар. Міне осы аяқтың ізі не істеп жатыр дейді? Туктабы жазылып жатыр. Қайда жазылып жатыр? Амал дәптерге. Енді хадисті біз түсіндік, солай ма? Енді осы хадисті аудармасымен оқып алып, өзіміз түсініп соған амал жасай беруге бола ма? Болмайды. Міндетті түрде Құранға не керек? Тәпсір керек. Құранның аятын түсіну үшін тәпсір керек. Солай емес пе? Ал хадисті түсіну үшін не керек бізге? Түсініктемесі, шарх керек. Міндетті түрде бір ғалым арқылы түсіну керек та ол хадисті. Міне осы хадис танушы, хадис іліміндегі майталман имам Науауи, Алла оны рахымын алсын, бізге бұл хадисті былай деп түсіндіреді. Бұл хадис үйдің не? Мешіттен алыс болғаны жақсы дейді бұл кісі. Абзал екендігіне дәлел. Мешітке басып келетін қадамның көптігі егер келуші адамға қиыншылық тудырмаса. Өйткені мешітке басып келген әрбір қадамға сауаптар жазылады. Әрбір басып келген қадамыңыз. Екіншісі, ва турфау лаху биха даражат. Екінші басқан қадамға не? Жәннаттағы дәреже артып жатыр. 3. Әрбір басқан қадамға сайиат деген не?